Осы тұрғыда күмәнді сұрақ қойғысы келетіндер бар. Қойсын, естісін. Мен қалай келмеймін. Мен Бұқарадағы 9 жылдық медресені бітірем. Арабиядағы шариғат және заң факультетті Кеңес одағында бірінші болып бітірем. Мен істемегенде кім істеу керек? Кім басқару керек? Өз Союзда ең діни де, дүнияви де жоғарғы білімді мен болғам. Dini başçılardan. Оған қалай қарсы келеді? Сіз жаңа 50 мешіт салдырдым дедіңіз ғой? Аштық. 50 мешіт аштық дедіңіз. Сіздің мүфти кезіңіздегі жаңағы бір даулы мәселелердің бірі болған. Енді кезінде талай айтылды ғой, бірақ сонда да әлі күнге дейін жаңғырығы жетіп жатқан орталық, Алматыдағы орталық мешіттің құрылысына байланысты. Осыны неге дауға айналып кетті осы мешіттің құрылысы? Ал енді осы мешіттің құрылысы дауға бірде-бір айланған жоқ, дауды көтерушілі бір-екі адам болды. Ол кімдер? Оның атын айтпай-ақ қойайын, ол өліп кетті. Оның атын айтып, өліктің атын іздемей-ақ қойайын мен. Ал мен bu yerде Колбин секретар болып тұрғанда, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев министрлер советінің төрағасы болып тұрғанда, мен Нұрсұлтанның алдына кірдім. Нұреке, бір мешіт салайық. Рұқсат етіңіз дедім. Сөйтті де, бұл кісі рұқсат берді салуы. Бірақ деді, мен басқа жерден берейін bu yerден деді. Мен айттым, жоқ, Нұреке, нақ сол жерді бересіз. Неге? Бұл 9 жолдың торабы дедім. Міне көк базар, міне саяхат, міне метро болайын деп жатыр. Ал енді келуші де, кетуші де жаяу жүретіні бар, ақсағы бар, тоқсағы бар, соқыры бар. Олар да мешітке келгісі келеді. Олар қиналмайтын жер болсын деп, және бұрыннан тарихи орны бар, сол жерді берің деп, сол жерді алдым. Алғаннан кейін енді бұл қазір орам деп жүрміз ғой, квартал. Сол жердегі отырған 30-да үйді көшіру керек болды. Қазіргі сияқты бұзып даулар шығып жатыр ғой үйлер. Сол үйлерді бұзып көшіру үшін ол өкімет арқылы беріп шығару керек. Ал өкімет бірдестен беретін үйі бар ма? Сол қазіргі мешіт тұрғанның орнында кешкі мектеп болған. Ар жағының барлығы орамның барақ болған. 30-да үйі болған. Нұрекеңе бұл жерде көп рахмет айтуға болады. Бұйрық беріп, солар жайлап үй беріп шығарттырып, сол орамды босаттырып берді. Ал енді өйерде бастайық деп тұрғанда, оның астында кабельдер бар екен. Ол кабельдерді рұқсат алу үшін Москваға жазу керек екен. Кабельдердің рұқсаты келгенше 1,5-2 жыл өтті. Ол келгеннен кейін оны өзгертілгенше тағы өтті. Ал енді жаңа үйлерді босату бар. 30 шақты үйді. Үй беріп, бірдестен беремейді ғой, жайлап. Ал оны кейін, оны бастардың алдында біздің жиған ақшамыздың бар инфляцияға ұшыратты, көбік болып кетті. Көбік айланып кетті. Құнсыз болып кетті. 90-шы жылдардың басы. Инфляция болды. Ал оны шоқитықта қалдық. Сонан кейін не керек? Енді айтсам бола береді, өкіметтің өзінен 50 миллион теңге алдым мен. Мешіт бастау үшін. 50 миллион. Сонымен бастадық. Ал оны кейін мен мынау мәселен Аяны айтайын мысалға. Ая, Шымбұлаққа шақырып, пәте беруге шақырған Нұрсұлтанда болды, мен де болдым. Сонда пәте бергеніме, мешітке салып атқан мешітке көмекке 5 миллион теңгені аударып беріп, менің рұқсатына несін алып қалды. Әлігі аударатын нөмірін. Осындай аударудан мен жаңылмасам 112 миллиондай теңге түсіріппін. Аудартып, осындай 112 миллион теңге түсіріппін. Ал оны кейін Малезияның бір үлкен байы келіп, мен Көкшетауда, Бурабайда жатқанында шақырып, өзіңіз келсеңіз берем, болмасам қайтып кетемін деп, $500 миллион банкіге өткізіп беріп кетті. $500 миллион. Ал мен Арабиядан бір 15 мыңдай доллар әкеп өткіздім. Барған жерлерден. Берген жерлерінен.
Ал енді мынау халықтар кіріп шығып жатқанда, халықтардан түсіп жатыр, ол қайда кетіп жатыр дейтін шығар. Халық көп кіріп шығып жатыр. Ол да бар ғой. Ол халықтар кіргенде 1 сом, 2 сом, 10 сом, 15 сом, о теңгеден береді. Ол істеп жатқан мешіттің қызметкерлеріне де керек айлық, светке де керек, басқасы бар. Одан артылғаны қанша болады? Бұяғында есептеңіздер. Тур ма? Ал соныменен мен бұның барлығын қарасам, бұл құрылысың өте қауіпті жұмыс болғандықтан мен Нұрекеңе кіріп айттым. Нұреке, мынау құрылысты білетұғын адамға тапсырмасақ, мынау алдап бәріміз отырғызып кететін ұқсайды. Мен құрылысты жақсы білмеймін дедім. Сол үшін мынау қаланың әкімі Заманбек құрылысшы дедім. Осыған тапсырым. Осы жауап беретін болсын. Сөйтіп Заманбекке менің алдымда тапсырып, Заманбек сөйерге құрылысшылардың барын апарып қойды. Бұларға біз арнайы, құрылысшыларға арнайы шот аштық. Олар өздерінің шотынан ақшасын алады, өздері істетеді, өздері жұмсайды. Оған мен қатысым да жоқ, оған қол қоймаймын да, оған араласпаймын да. Ал өздері. Сөйтіп осындай жаңағы жеп қойды, ішіп қойды деген екен мен мемфиннен шақырттым, аудиттен шақырттым, прокуратурадан шақырттым, бәрін шақыртып тексерткенде менің пайдама, менің басқарып отырған жұмысым пайда. 550 қанша мың құрылысшылардың мойнына түсті. Олар жеп қойған екен. Көрдіңіз бе? Ол документтің бәрі менің қолымда тұр. Оның менің қатысым жоқ, бірақ мен басшы ретінде тексерттім. Құрылысшылардың кінәсі болып тұр ғой бұл. Құрылысшылардың кінәсі. Сонан кейін ол Заманбек жақсылап бастап көтеріп атқанда ол кетті орнынан. Онан кейін анау кім келді? Талдықорған әкім болған аты кім еді? Құлмахан. Бұған да тапсырды, бұл да құрылысшы. Бұл да басқарып, нағып келе атқанда бұл да кетті. Енді Қырапонов деген күйеу бала келді. Бұл енді құрылысшы болмаса да, электрик болса да, электрик жақтың құрылысшы шығар. Бұны да істетіп, ойдағырда не керек, осы мешітті бітір. Бірақ бұның бір қызық жері бар, мен сізге айтайын. Менің мына алаштар қолымды сындырып, Байыншыда жатқанымда Түркияға біздің үкімет жағынан адамдар хат жазыпты. Осы мешітті сіздер сап беріңіздер бізге де. Түркияға. Біз жақтан ба? Біз жақтан. Кімдер жазып? Үкіметтен. Сонан кейін олар хат қайтарыпты. Біз саламыз, ол мешітті біз басқарамыз. Дінді біз басқарамыз. Осы шартқа көнсеңдер саламыз депті. Соны 2 ай маған көрсетемей бұлар отырған. Өйткені олардың дінге араласуға хақысы жоқ қой заң бойынша. Онан кейін әкелді. Әкелген екеуі мен айттым, баста айтып қой сендерге. Осы мешітті өлеміз, тірілеміз қазақтың қыздарының, қазақтың қолдарымен, қазақтың күшімен саламыз. Неге? Қазақтың әлі өзін салған еш нәрсесі жоқ. Дінді араптан алсақ, мешітті түрк сап берсе, сонда ертең ұрпақтарымыз айтпай ма? Біздің ата-бабамыз не істеген? Құрын тамақ жеп жата берген ба? Салған құрылысы жоқ, мәдени үлесі жоқ дейді. Біз өзіміз саламыз дедім. Тағы да сыртқы елге кіріптар болып отырамыз ба? Кіріптар болып отырамыз ба? Өзінің мәдениетсіз болып біреудің несіне қарамыз ба? Сонан бұны сіздер сенбесеңіз, анау кім Сұлтан қазір құрылыстың бастығы бар ғой осы жерде қаладағы. Баймағамбет, Сұра, ол жаныменен айтып береді. Ол менің қасымда күндіз түні жүрген жігіт. Бұл айтушы көп, сол айтқан адамдардың бәрі діннің дұшпаны. Сол адамдар 1 сом мешітке әкелген емес, тек дінді жамандауын болған. Діндарларды құртуға әрекет жасаған құдайсыздар болған. Білдіңіз ба? Оның дәлелі де бар.